өзіне де билетпейді. Бойды шымырлатып, бойынды күртіп, я көзден жас болып ағады, я тілден сөз болып ағады. Қазақтар құдай жас баладай қайғысыз қыла гөр деп тілеген өзім көрдім. Онысы жас баладан гөрі өзі есті кісі болып, ескермес нарнысы жақсы қайғылы кісі болған сығаны. Қайғысы не десен мақалдарынан танырсың, әуле түстік өмірің болса, күндік мал жи, өзінде жоқ болса екен де жат. Мал адамның бауыр еті, малдының беті жырық, малсыздың беті шарық. Ер азығы мен бүрі азығы жолда, ердің малы елде, еркінде қолда, берген перде бұзар, алаған қолын берген. Мал тапқан ердің жазығы жоқ, байдан үмітсіз, құдайдан үмітсіз. Қарнын ашса, қаралы үйге шап, қайраны жоқ күлден без, қайыры жоқ елден без. Деген осындай сөздері көп сепсіз толып жатыр. Бұл мақалдардан не шықты? Малғұн болды қазақ тыныштық үшін, ғылым үшін, білім үшін, әділет үшін қам жемейді екен. Мал үшін қам жейді екен, бірақ ол малды қалайша табуды білмейді екен. Бар білгені малдарларды алдап алмақ яки мақтап алмақ екен. Бермесе онымен жауласпақ екен. Малды болса әкесін жаулауды да ұят көрмейді екен. Аудеуі ұрлық, құлық, сұмдық, тіленшік, соған ұқсаған қылықтың қайсысын болса да қылып жүріп мал тапса, жазалы демесек керек екен. Бұларды жас баланан ақылынан несі артық, бірақ жас бала қызыл ошақтан қорқушы еді. Бұлар тозақтан да қорықпайды екен. Жас бала ауырса жерге ене жаздаушы еді. Бұлар неден болса да ауылмайды екен. Солма артылғаны қолымыздағыны өлтірісіп талатпасақ, бірде өзіндей болмасақ, безеді екен. Үздеген еліміз